Бүгінгі біздің дөңгелек үстеліміз бала әл-ауқаты мемлекеттің қамқорлығында. Яғни әр бала бақытты болуға, қорғаныста болуға, өзінің қоршаған ортасына сүйкімді, сыпайы болуға міндетті. Әр баланың бақыты үшін біз күресе білеміз. Балалар күніне мерекесі қарсаңында осы дөңгелек үстелді өткізіп отырмыз. Өзіміздің облыстық білім басқармасының басшысы Инесса Александровнаны шақырдық. Балалар өздерінің ойларын, идеяларын ашық айта білді. Әрбір қойылған сұраққа толықтай жауап бере білді. Себебі бұл біздің міне ғана шайында отырған 11-ші сыныптың түлектері осы жерден кеткелі отырған. Неше жыл осы жерде тұрып, осының бәрін сезініп, сұрақтардың бәрін саналы түрде жауап беріп отыр. Енді жаңа өздеріңіз естідіңіздер, қандай сұрақтардың бәрі көтерілді. Енді әрбір баланың бойында бәрібірде арманы болады, әрбір баланың бойында өзінің пікірі болады деген сияқты өзіндік пікірі. Мен өз балаларыма ризамын, осының бәрін ашық айтып, сіздердің орталарыңызда талқылап, Инесса Александровнаның алдында осының бәрін ұялмай айтып, директорымыздың алдында осының бәрін айтып, ашық ойларын айтып, бөліске салып отырғандар үшін. Жалпы біздің орталықта балалардың бәріне барлық жағдайлар жасалған. 19 үйірмеміз жұмыс істейді. Бізде басқа орталықтар немесе басқа балалар үйі сияқты топ деп бізде аталмайды. Бізде мысал үшін әрбір көше бар, әрбір алаң бар. Және бұрын мысал үшін бірінші топ, екінші топ деп айтатын болсақ, қазір біз бірінші пәтер, мысал үшін Абай даңғылы бірінші пәтер деп айтамыз. Сондай бәрін балалар үшін де ол тәрбие, ертең өскенде, мысал үшін олар білу керек. Көшенің бар екен, алаңның бар екен, үйдің нөмірі болатындығын білу үшін біз кішкентай кезінен балаларға сен қай көшеде тұрасың, қай пәтерде тұрасың деп соның бәрін үйретеміз. Біздің сабақта көбірек интерактивті сабақтарды қосу керек деп ойлаймын. Себебі біз сабақтарымыз дәстүрлі түрде қалам, тақта және дәптер деген түрде өтеді. Бұл көптеген балаға қызықсыз болып табылады. Сондықтан менің ойымша балаға интерактивті ойындар, челлендждар немесе басқа квест секілді пәндер апталықты қосатын болсақ, олардың сабақта көркейтіні анық болып табылады. Себебі бала өздерін ізденеді, олардың адасында бір-біріне қолдау табылады. Олар әрбір источниктардан, солай айтсақ, өздеріне информация іздейді, және де оның бәрін ізденіп, өздерінің ойларына сақтайды. Менің үлкен арманым Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне жұмыс істеу. Себебі бұл жұмыс менің өмірімді өзгертеді. Жақсы жағына. Адамдарға көмектесу, елімізді қорғап, қызмет етіп. Қазір баскетболмен айналысамын.